қандай керемет ресторан. Иә, бұл өте керемет ресторан. Иә, мына жақтағы тамақтар да өте дәмді ғой. Мен бұл ресторанға өмірімде келіп көрмеппін. Иә, бұл ресторанға только байлар ғана келеді. Сен просто бай емессің. Иә, айтпақшы, екеуміз енді өзіміз туралы әңгімелесейік. Иә, сондай туралы әңгімелесейік. Пиво ішесің ба? Мен саған пиво құйып берейін. Жоқ, мен пиво ішпеймін құрсын. Маған ана мен әкем айтады, пиво мен арақ зиян, алкоголь деп айтатын. Ол зиян болғандықтан мен ішпеймін. Зиян ба? Зиян болса да бәрібір ғой, мен іше беремін. Онда сен не ішесің? Мен ба? Білмеймін, компот болсын да іше салатын шығармын. Онда официант! Ау, не болып қалды, айта беріңіздер. Бізге бір компот алып бер тезірек. Сол ішу керек. Аха, жарайды. Мінекей сіздердің компоттарыңыз келді. Міне. Аха, жарайды. Мынадан құя берсеңіздер болады. Сау болыңыздар. Мына компот шынымен де дәмді екен. Маған ұнады. Иә, әрине, бұл ресторан негізінде барлығын дәмді жасайды. Барлық тамақтар қымбат, сол үшін олар өте қатты дәмді. Күшті екен ғой. Мен мына бағанадан бері жегім келіп отырғаным моти. Мен өмірімде моти жеп көрмеппін. Жеп көрмеген, түк көрмеген екенсің ғой. Жарайды, түк көрмеген болсаң, онда жеп көр. Аха. Мәнің дәмі күшті ғой. Дәмділігінде шек жоқ мынаның. Иә. Сен қандай жерде тұрасың, қай жақта тұрасың, немен айналысасың, анаң кім, әкең кім? Менің анам мен әкем қайда екенін білмеймін. Шынымды айтсам, мен детский домнан шыққанмын. Иә, детский домнан шыққанмын. Мен кішкентай білмеймін қайдан шыққанымды детский домнан. Білмеймін, әйтеуір детский домнан шықтым. 18-ге толдым. 18-ге толған кезінде мені жібере салды. Сол кезде мен өзім осылай ақша тауып кеттім. Солай. Орыс екен ғой, детский домнан шыққансың ба? Иә. Ой, кешірші сұрағаным үшін. Болды, көңілімізді көтерейік. Жоқ, ештен кетпейді. Бәрібір мен сен білген жоқсың ғой. Ал сенің отбасың қандай? Менің анам бар, әкем бар, және бір інім бар. Вау, інім болған күшті шығар, иә? Саған көмектесіп жүреді. Иә, інім менің 5 жасында емес, даже 3 жасында қазір үйде ойнап отыр. Інімнің аты қалай еді, ұмыт қалдым ғой інімнің атын даже. Ініңнің атын ұмыт қалдың ба не? Ал анаң мен әкең бар ма не сенің? Иә, бар. Біз ана квартирада тұрамыз. Квартирада тұрасыңдар ма? Мен де квартирада тұрамын. Квартира өздерің үйлерің ба? Жоқ. Біз жалға алып отырмыз. Ал сеніңше өзіңнің үйің ба? Иә, өзімнің үйім. Мен тиктокер болғаным үшін сондай үйді берген. Күшті екен ғой, тиктокер болған үшін үй беретін. Аха. Керемет ой келді. Қандай ой келді? Давайте ертең екеуміз бірге шопинг жасайық. Екеуміз ертең ресторандарға барайық. Киім сататын жерге барайық. Сол жақтарға қыдырып жүрейік. Ой, кешіріңе барамайтын шығармын, себебі менде ата-анам жібермейді. Ой, қойшы, пожалуйста, баршы. Өтініш, ақшасын бәрін мен төлеп беремін. Ақша алып шықпай қой сен. Мен өзім сені киіндіріп, солай күшті қып жасап беретін боламын. Шын ба, алақай? Онда мен анам мен әкемнен қашып баратын шығармын. Ой, қашып деппін ғой, сұранып баратын шығармын. Может, жібереді. Жіберсе, мен саған айтамын. Аха, жақсы. Онда біз тамақтарымызды жей берейік. Анашым, әкешім, не болып қалды қызым? Мен бүгін Жасмин деген қызбен татуластым. Сол қыз маған айтады шопинг жасайық деп. Ертең шопинг жасайыншы, пожалуйста. Жоқ, бармайсың қызым. Біреумен бірге екеулерің ғана біреу тиісіп кетуі мүмкін ғой сендерге. Я, мүмкін, сол үшін сендер бармайсыңдар. Жоқ, рұқсат етпеймін. Той, пожалуйста, барайыншы. Пожалуйста, барайыншы. Той, қызым, қойшы болды. Ой, ана, ешқандай ақша алып шықпаймын. Ана, Жасмин деген қыз маған төлеп береді екен. Төлеп берсе де, ұят болады ғой? Ұят болады емес пе? Қойшы болды.
неге ылғи да жібермейсіздер? Ертең барам дедім ба, барамын. Сіздерден қашып болса да барам, маған бәрібір. Мен де үйге келдім ғой. Ертең шопинг жасаймыз, соған дайындалу керек. Ой, мен ақшам Каспийда ғой, айтпақшы, дайындалмай қояйын. Сол енді ұйықтай салайын осы киіммен. Асығып тұрым бар ғой, білейін. Привет, қалайсың? Мә, бүгін күшті киім киіп келіпсің ғой. Мен де күшті киім келіп қалдым. Қарашы, менің новый ең қымбат 1000 теңгеге алған көйлегім ғой. 1000 теңге деген қымбат пе не? Құмашы, мен мұны үстіндегі киімді 15 мыңға алдым ғой. Ожас, 15 мыңға үй алса болады ғой. Құмаш, 15 мыңға үй жетпейді. Тәрет болды, қойшы. Наяқта отырайық. Отыра тұрайық. Мә, сен не үшін осындай детский киімдерді киесің? Бұл детский киім ба не? Детский киімді киген адамдар жаман болады. Жарайды онда. Детский киім кимейін, бірақ та менде детский киімнен басқа киім жоқ. Онда мен бүгін саған сатып берейін. Ой, рахмет, ура, лақай. Онда мен қазір заказ беріп келейін. Не жейсің? Мен бүгін таңғасымды ішпей асығыс шығып кеттім. Мен де асығыс шығып кеттім. Онда маған бәрібір өзің бір не заказ етсең де. Онда не заказ берейін? Рамен заказ берейін. Рамен! Мен өмірімде рамен жеп көрмеппін. Шынба, қоя бермешсен. Барлығын жеп көрмепсің сен. Жарайды, рамен заказ берейін. Деген дәмді ғой прям. Дәмділігінде шең жоқ. Өте күшті тамақ. Бұл маған да ұнайтын тамақ. Күшті екен. Мына тамақ маған қатты ұнады. Тезірек жеп алып, тезірек шопинг жасауды бастайық. Мені қайда алып бара жатырсың? Жүр кеттік, мына массажерге барайық. Бұл массажерде күшті болады. Шынба, массажерге өмірімде барып көрмеппін. Шынба, барып көрмедім бе? Мен 1045 рет барғам, күшті прям. Шынба? Массажерге отырайық енді. Я заберу тебя с собой, подарю свое сердце. Покажи свою любовь ко мне, я согрею тебя. Просто возьми меня за руку и будь рядом. Я заберу тебя с собой, подарю свое сердце. Покажи свою любовь ко мне, я согрею тебя. Просто возьми меня за руку. Массажер деген күшті болды ғой. Күшті болды. Саған енді мен шөлде кеттім бар ғой. Кел, наяқта мороженое жеп алайық. Қандай мороженое жесем болады екен? Қандай мороженое жегің келіп тұр, сондай мороженое же. Маған әйтеуір осындай розовый түрі ұнайды. Өте дәмді розовый түрі. Күшті екен. Онда мен ақ түрін жегім келіп тұр. Ақ түрін же онда. Бұл бесплатный мороженое ма? Бесплатный мороженое ғой. Күшті екен. Мынандай сепсем бола ма? Сеп. Бірақ ондай сепсе кішкене жаман болып қалады дәмі. Маған бірақ та ұнайды. Дәмді екен. Рахмет өте көп маған саған дегенде. Очки сатады. Осы жақтан очки алып көр. Жарайды. Шопинг жасадық қой. Бүгін күшті шопинг жасадық. Рахмет саған өте көп. Мен сияқты детский қызды осындай әдемі қызға айналдырып тастағаның үшін. Мен саған бірдеңе жасауды ұмытып кетіппін. Сені, может, парикмахерскаяға барамыз. Парикмахерская деген не? Ол андай шашты жөндейтін жер ғой. Менің шашым нормальный емес па не? Жоқ, нормально, просто шашың ипа-типасы шығып болып тұр. Сол парикмахерскаяға барайық. Жарайды онда, барайық.
мынау шашылғы. Маған қатты ұнады, рахмет өте көп. Әдемі болып кеттің ғой, қыз-ау. Өте қатты әдемі болдың, шын айтамын. Ой, рахмет өте көп. Мені де детскиймін ба? Жоқ, енді детский емессің сен. Өте қандай күшті болып тұрсың. Молодец, енді осындай әдемі қыз болып жүр. Мына бантикті лақтыра салшы, бұл бәрібір детский болып саналады. Жарайды, мен бұны бірақ байқанды 150 теңгеге алып едім. Жарайды, енді басқа нештен кетпейді. Аха, маған қандай күшті, рахмет өте көп. Шашың таралып күшті болып қалды ғой. Я шашыңды нормально прическа жасасаң әдемі болады екенсің ғой. Қайтайық, менің ақшам таусыла бастады. Үйге қайтайықшы. Я, жарайды, үйге қайтайық. Мен де анам мен әкем айтқан кеш келмей деп. Аха, жарайды. Бірақ та тұра тұршы, мені үйіме дейін жеткізіп аласың ба? Менің үйіме дейін жеткенге дейін мен жалғыз жүргім келмейді. Жарайды, онда жалғыз жүргім келмесе, екеуміз бірге сенің үйіңе дейін барайық. Аха, жарайды. Мінекей, үйге де жеттік. Бұл менің үйімнің алды. Шын ба? Мынау ма сенің үйің? Жоқ, бұл басқа біреудің үйі. Мынау менің үйім. Тұра тұр! Менің үйім есігі ашық тұр ғой. Мен жаңа үйден шыққан кезде есігін ашып кеткенмін бе? Не шын ба? Үйің есігін ашып кеткенсің бе? Я, көріп тұрсың ғой енді. Ужасно, үйімнің барлығы пустой. Бұл жақта қымбат жиһаздар тұратын еді ғой. Ужас вообще. Мен сен үшін қатты мұңайып тұрмын. Ужас, енді не істеймін?